Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін біз ChatGPT-дің мұғалімдерге арналған ChatGPT еду нұсқасын қалай қолданамыз, соған тоқталмақшымыз. Ең бірінші, бізде бұда бірінші өзімізге жерге сілтемені бассаңыздар, бізде көрсетіліп тұрғаны ай білім класс. Ол үшін біз Google-ге барамыз да, жазамыз, іздеу әдіріс жолағына Google-дың ай білім класс жазатын боламыз. Мен жазылғасы ізделіп шығып тұр, сіздерде болмаса теріп жазасыздар. Ай білім класс KZ. Осын таңдаймын. Сол кезде бізде мынандай нұсқа пайда болды. Бұл жерде білім класстың өзі де тұр бізде ме? W белгісіне біз таңдаймыз ай білім класс деген нүктесіне. HTTPS сосын ай білім класс. Осыны ашамын. OpenAI деп ашылып тұр. Осыдан міне басты беті мына күйде шығады. Төменгі жағын қарасаңыздар, міне қош келдіңіз деп тұр. Осы жерде жалғастыруды басамын. Бұған бізде керек өзіміздің күнделікті білім классқа кіріп жүрген логин паролдарыңыз. Логинге логин жазамыз, құпия сөзге құпия сөз жазамыз. Білім классқа кіріп жүрген логин парол жазамыз. Арман қарай кіруді басамын. Міне қосылдым. Арман қарай мына жерде міне курсқа өту деген бар. Бұл курсты арман қарай міне бастауды бастым. Осы недің мына нәрсенің барлығын өздеріңіз арман қарай қарап, көріп шығатын боласыздар. Барлық жерде таныстым деген белгі тұр. Осы бойынша барлық видеоны қарап шықсаңыздар да сіздерге бұл жүйе түсінікті болады деп ойлаймын. Мен арман қарай қалай қосыламыз, мен қазір соған тоқталатын боламын. Барлық нені бастап шықтым, аяғына дейін келіп тұрмын. Міне енді аяқтауды басам. Міне, құттықтаймыз, сіз курсқа сәтті өттіңіз дейді. Міне мен өттім, аяқтап тұрмын. Енді арман қарай басты экранға оралды, бастым. Арман қарай мен істеймін. Енді қарапайым өзіміз қолданып жүрген ChatGPT-іміз бар ғой. Өзімізге таныс. Соны ашатын боламын. ChatGPT-ді аштым. Ешқандай аккаунттың ішінде тұрған жоқ, міне көріп тұрсыздар. Тіркелмеген ChatGPT ашып отырмын. Осы жерде міне white дейді басамызда мен арман қарай қосылатын боламын. Міне аштым. Бұрын біз Google арқылы қосылып жүрген болатын болсақ, енді біз астындағы әдіріс жолағына, жаңағы өзіміздің мына білім классқа пайдаланып жүрген логиніміз бар ғой. Міне осыны көшіріп апарып саламын ChatGPT-ға, әдіріс жолағына. Сосын осыдан кейін собачка қоямын. Сосын барып ағылшынша білім класс KZ деп жазатын боламын. Білім класс нүкте KZ. Арман қарай міне астына жалғастыру. Келесі міне, келесіден бірінші тұрған Майя Қазақстан деп тұр ғой. Міне осыны таңдаймын. Міне арман қарай шықты. Ары қарай ешбір жерден ештеңені өзгертпеймін, арман қарай басам. Не? Одобрить ход деп тұр ғой, осыны басам арман қарай. Мен загрузка айналып күтіп отырмын. Ары қарай шығатын қазір көретін боламыз. Міне менде болды, тіркелдім. ChatGPT-ға қосылдым. Бұл жерден қайдан білемін мен? Қарапайым ChatGPT ме, еду ма? Оны білу үшін мына жерде мысалға енді тіркелген деген кейін арман қарайға не керек болып тұр? Маған ал дейді. Міне образование. Енді мына жерде шығып тұр міне. ChatGPT еду schools. Яғни мен ChatGPT-дің еду нұсқасына тіркелдім. Сонда біз бұл жерге ешқандай басқа ештеңені қолданбаймыз. Тек қана өзіміздің білім классқа қолданып жүрген логин паролымызды қолданатын боламыз.